Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге радуга тортын әзірлейтін боламыз. Өзі сондай әдемі кез келген дастарханның ажарын ашып тұратын тортты сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. 6 дана жұмыртқамыздың ағын сарысынан ажыратып аламыз. Енді жұмыртқаның ағын көпіртеміз. Қантымыздың көп бөлшегін осында саламыз. Аздаған бөлшегін сарысына саламыз. Жақсылап көпіртеміз. Енді жұмыртқаның сарысын аздап миксерлейміз. Енді екеуін біріктіреміз. Екеуін біріктірдік, енді миксерлейміз. Сұйық майымызды айранымызға араластырамыз. Разрыхителімізді ұнымызға қосамыз. Разрыхителімізді ұнымызға қостық, сұйық майымызды айранымызға араластырдық. Енді бұны біздің жұмыртқамызға саламыз. Енді бір миксерлеп аламыз. Үстіне ұнымызды саламыз. Яғни ұн мен разрыхителімізді. Енді біркелкі болғанша миксерлейміз. Біздің бисквитіміздің қамыры дайын болды. Енді бірнеше бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз. 5 бірдей бөлікке бөліп алдық бисквитімізді. Енді мынадай қызыл красительмен және де мынадай көк краситель. Және де мынадай құрғақ красительдер бар. Менде жасыл, сары, оранжевый осындайларды қолданатын боламыз. Толыққанды гелевимен немесе толыққанды осындай құрғақ красительмен қолдансаңыздар болады. Бірінші аздап тамызып аламыз. Енді араластырамыз. Мінекей, мынадай түске бояп алдық. Енді мынаны біз сары түске бояйтын боламыз. Красительді аздап саламыз. Мінекей, біркелкі сары түс пайда болды. Қызылға боямыз, сол үшін красный краситель саламыз. Бізден ол өте қатты қою краситель. Қызылды салып араластырамыз. Жиырма екінші диаметрге кольцомызды қойып алдық. Енді фольгамызбен шеттерін қайып шығамыз фольгамызбен. Енді қамырымызды саламыз. Лопаткамен бір-екі жерін түзеліп жүреміз. Салып алдық. Енді 180 градусқа қыздырылған пешімізге 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей беті қызарыңқырап тұр, демек бұл пісті деген сөз. Сонда да бір рет шпажкамен тексереміз, құрғақ, демек толыққанды пісті деген сөз. Енді айналасын пышақпен кесіп аламыз. Кольцоны аламыз. Сәл салқындатып барып алсаңыздар болады. Біз бір кольцомен қайта-қайта пісіретін болғандықтан бірден алып тастаймыз. Мінекей. Енді екінші жақ бетін көрсетемін. Бұл торт негізі кескенде өте әдемі көрінетін болады. Қазір үйдің қараңғылығына байланысты онша көрінбей тұр.
Негізі мынандай Тиффани цвет. Мінекей біздің ескерттарымыздың барлығы біркелкі болып пісті. Көк, сары мінекей, жасыл, оранжевый, қызыл. Крем жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сливки қажет. 600 мг өлшеп аламыз. Созып кетті, ештеме етпейді. Сливкемізді құйып алдық. Сливке міндетті түрде салқын болуы қажет. Және де бізге сахарный пудра, творожный сыр қажет. Сливкемізді миксерлейміз. Аздап көпіртіп алдық. Енді қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды саламыз. Миксерлейміз. Енді творожный сырымызды саламыз. Творожный сырымызды салдық, енді миксерлейміз. Мінекей креміміз қойыланды, демек дайын деген сөз. Креміміз дайын, бисквиттарымыз дайын. Мінекей астыңғы жағы негізі былайынан кәдімгідей болып піседі. Мынандай сәл піскен жер бүйтіп алып тастасаңыздар болады. Немесе осылай қалдыра берсеңіздер болады, ешқандай зияны, кедергісі жоқ. Мінекей дайын, қазір құрастырамыз тортымызды. Кремімізді кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Кондитерлік мешогымыздың басын аздап пышақпен кесіп аламыз. Енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Ол үшін біз бірінші қағазымызды, яғни кружевамызды қойып аламыз. Бір коржигімізді қоямыз. Айналасына кольцо енгіземіз. Мынандай қатты пленка қағазымызды орналастырамыз. Егер де ол жоқ болса, жай ғана кольцоға жасай берсеңіздер болады. Орналастырып алдық. Енді ішіне кремімізді жағамыз. Біркелкі крем жағуға болады, немесе біз мынандай шариктер жасап жатырмыз. Осындай шариктер жасасақ болады. Толыққанды айналасына осылай шарик жасап шығамыз. Ортасына кремімізді жағып алдық. Енді былай лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Енді екінші коржигімізді орналастырамыз. Дәл жаңағыдай кремді шариктеп шығамыз айналасына. Оформлениені өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Менде тек қана мынандай посылка қалыпты, басқа оформление жасауға арналған заттар қалмапты, сондықтан мен осыны қолданатын боламын қазір. Бетіне шоколад, клубника, кез келген заттарды қолдансаңыз болады. Бүйтіп айналасына ғана сүйіп шығам. Мінекей осылай ғана қалдыратын боламын. Негізінде клубника, малина болса тіпті әдемі болатын еді. Енді кольцосына шешетін боламыз. Кольцодан шешеміз. Кольцомыздан шешеміз. Енді әдемілік үшін лента бөлейтін боламыз.
көрінетін болады. Менің лентам жүті жұп-жұқа, онша емес болған сияқты. Окей. Сонымен біздің радуга тортымыз дайын. Сіздер жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді торттармен қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен Құралай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.